Сәлем, құрметті менің көрермендерім. Бүгінгі жаңа мастер-классыма қош келіпсіздер. Қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Соңғы уақытта каналыма көріп жүрмін. Сіздер я сұрақ қоймайсыздар, я комментарий жазбайсыздар. Активный емессіздер, негедір менің каналым қызық па, қызық емес па, соны жаза кетсеңіздер өтінемін. Ал енді бүгінгі мастер-классымыз керемет күшті дастархан тігеміз. Ол дастарханымыз прозрачный ПВХ-дан осындай мінекей 0,4 миллиметрлік толщинада. Мінекей өте жұқа да емес, және де қалың да емес, алдыңғы видеода айтқанымдай. Және де оған керемет осындай белая корона қазір хит болып жатыр қыздар. Барлығына ұнап жатыр, өте нежный, өте сондай үйлесімділік беріп тұрады. Дастарханның сәнін келтіріп тұрады мінекей. Бұл аппақ емес, айвори түс дейді мінекей. Керемет қыздар. Бұл кружевамызды мына дастарханымыздың шетіне тігіп, мынандай серебристый имитация стразы ірісінен алдық біз, мінекей бұлайынан тігіп шығамыз. Өте керемет дастархан болайын деп тұр. Дастарханымыз қандай столға тігеміз? Кәдімгі 4 бұрышты трансформер деген стол сіздерге таныс болу керек. Ол да осы жылы 2021 жылдары хит болған стол. Мінекей осындай столға мына дастархан тігеміз. Оның размері, столдың размері ені 1 метр, ұзындығы 3 метр. Соған байланысты біз на ПВХ-мызды, эластичный, прозрачный ПВХ-ны 3 метр емес, 3-30 ғып аламыз. Жан жағына 15 сантиметрден түсетіндей. Ал ені болса бізде 1,40, екі жағына 20-дан түсіп кететін болғандықтан, біз оның 10 сантиметрін қырқып тастап, 1,30 қылдық. Сонда общий дастарханның размері, мінекей мына ПВХ-ның размері 1,30-ға 3,30. Мінекей мына жерде жазылы кетеді. Егер ұмытып қалсаңыздар, скрин қылып алыңыздар. Сіздің столыңыздың размері сондай болса. Ал енді қалай тігетінімізді ары қарай сіздерге көрсетейін. Экраннан алыстамай лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді біздің бұл дастарханымызға не керек дейсіздер? Бұл дастарханымызға мінекей ПВХ-ны мен 3,30 қылып пішіп алып, мына өзімнің овальный столыма бетіп төсеп алдым қыздар. Мына белая корона кружевамды дайындап алдым. Бұған неше метр кетеді десеңіздер, мына жағына 3,30, мына жағына 3,30 кетеді. Және де 3,30 плюс 3,30 6 болады ғой. 6 болады екен. Оны біз дөңгелетіп 7 метр дейміз. Мына жағына 1,30, еніне 1,30-ды қоссақ, 2,60, 2,5 емес 3 метр деп алсақ, 7-ге плюс 3, 10 метр. Мінекей 10 метр мынандай кружева кетеді екен. Осы 10 метр кеткеннен кейін біз сәл артықтау қылып аламыз, 12 метр қылып аламыз. Плюс-минус 2 метр всегда мен 2 артық қылып аламын, өткені бұрыш шығарамыз. Біздің столымыз овал емес, төрпішті, сол үшін бұрышына көбірек кетеді. Ал енді не керек? Мынандай инелеріңіз болу керек. Бірінші біз мына кружеваны айналдырып инемен тоқтатып аламыз. Сосын барып мынандай көзге көрінбейтін мынандай жеңішке леска деген тойбастар, сондай тігетін жерлерде сатады міне қыздар. Осындай жіппен инеге дүзіп алып, баяғы инемен тоқтатқан кружеваның үстін көктеп шығамыз қолмен. Ол не үшін? Ол сіз машинкеге сразу салған кезінде жиырылып, қисық тігіліп кетпеу үшін. Ол новичоктарға өте пайдалы, өткені бірден тігіп кетеді. Сөгітіп, оны қайтадан тігіп, уақыт құртпайды, уақыт үнемдейді. Сол үшін сіздерге кеңесім беретін осындай жіппен көктеп шығасыз. Кейін барып үстіне бірден мына стразысын қойып, машинкамен өткеннен кейін мына жіпті сөгітіп отырмайсыздар. Бұл көзге көрінбейді. Бұл жіп өзі солымен кете береді. Сол көктелген түрімен кете береді. Өткені бұл көзге көрінбейді. Бұл жылдармен үзіліп кеткен жағдайда да көрінбейді, ал машинкамен тігілген ол тұрады. Сол үшін қисық
тігілмейді, дүзу тігіледі, әдемі болып шығады қыздар. Еще нервіңізді құртпайсыз, басыңызды да құртпайсыз, уақытыңызды да құртпайсыз. Бірден бола қалады. Ал енді сіздерге қысқаша көрсетіп кетейін, қалай біз бұны инемен тоқтатып жинап шығамыз деп. Ал мінекей қыздар, біз мына бұрышынан бастаймыз. Міне бұл яғни ені. Енінен бастап кете береміз. Осы жерден түсіру ыңғайлы болып тұр. Негізі ұзындығынан бастасаңыздар да болады. Ал бірінші бастаған кезімізде бір мына ұшпа ұш қылып былайынан жинап кетпейміз қыздар. Ол қате болады. Біз бұрыш шығарамыз. Сол үшін мінекей сәл мына екіна неведен сәл артықтау қылып аламыз міне. Бір міне 20 сантиметрдей артық қылып аламыз. Осыны дәл осы бұрышына қойып, инемен тоқтатып аламыз. Бісміллә деп, бірінші тоқтатуымыз. Кейін екіншісі. Міне құрметті көрермендер, міне біз мына жағынан артық тастап кеткен міне кружевамыз. Міне қолмен бүйтіп жинап шықтым. Мына коронаның дәл басын дастарханға тақадым. Мінеке жинап бара жатырмын. Дәл өстіп бәр жағына инеңіз жеткен жеріне дейін жинаңыз да тігуді бастаңыз. Ал енді қалай тігеміз, қазір сіздерге көрсетемін. Міне былайынан не жақындатып көрсетейін сіздерге. Міне мынау дастархан, міне мына коронаның дәл басы. Міне өте оңай, міне. Сол кезде әдемі қисық болмайды. Міне қыздар өстіп жинап алғаннан кейін міне инемен бастаймыз. Мына жағынан бастаймыз. Мына жібімді өткізіп алдым, міне көзге көрінбейді, міне. 2 қабат қылып, неше қабат демеңіздер, міне 2 қабат, және де бүйтіп түйдім ұшын. Ал енді кеттік. Кәдімгідей тігіп кете береміз. Бұл тігіс стразыйдың астында қалады қыздар. Ірі қылып тігесіздер ме, өздеріңізге қандай ыңғайлы, дәл солай тігіп кете бересіздер мінекей. Көзге көрініп те жатқан жоқ. Егерде машинкасы жоқ қыздар болса, менің тігетін машинкам жоқ асыл зат, мен бұндайды қалай тіксем десеңіз, міне көзге көрінбейтін жіпті аласыздар. Мына стразыны міне қойып бірден үстіне дәл осы көрінбейтін жіппен майдалап тігіп шықсаңыздар, машинканың керегі де жоқ қыздар. Міне мынаны қиып тастайсыздар, зато үйіңізге өзіңіздің шамаңызбен дастархан тігіп шығарасыз. Міне осылай жинап шығамыз. Барлық жағын айналдырып шыққаннан кейін қыздар, біз машинкаге туырлап алып, стразыны үстіне қойып тұрып, лапкасын стразының ортасына қойып алып, зырылдатып тігіп шығамыз. Мінекей осындай болды. Мына жарық жақтан түсіріңіз. Көрсін. Тез айналдырып шықсаңыз, бірден бітеді. Ал егерде стразыны бірден қосып та тіксеңіздер де болады. Ол кезде уақытты тіпті үнемдейсіздер қыздар. Мінекей қыздар өстіп тігіп шығамыз. Міне көзге көрініп та жатқан жоқ. Бұл жіпті кейін сөгітсеңіздер де болады, сөгітпейсеңіздер де болады. Бұл көзге көрінбейді өткені. Үстіне міне лайнан стразыйын міне бетіп кетеді. Қандай әдемі дастархан болайын деп тұр қыздар, қараңыздар. Ал менің видеомды соңына дейін
ге сіздерге тілектеспін. Және де лайк басып, маған подписация етуді ұмытпаңыздар. Жаңа видеомнан құр қалмау үшін қоңыраушаны баса кетіңіздер. Көзге түспейтін мына жіппен мінекей бүйтіп жинап алдық. Барлық жағын. Дастарханымыз дайын. Енді үстіне стразысын қойып, машинкамен тігіп шығамыз. Міне уғылына дейін бүйтіп тігіп шықтым. Бәрі дайын тұр. Тігіп болғаннан кейін артық жерлерін қиып, дүзеп, қисық жерлерін дүзеп жіберіп, ораймыз. Видеомды соңына дейін көріп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Стразымызды бүйтіп қойып аламыз. Мынандай қылып сәл артықтау болып шығып тұрса, ештеңе етпейді, кейін ақырында қиып тастаймыз. Ең бастысы осы сеткіміздің барлық жері осы стразының астына кетуі шарт. Мінекей осылай тігіледі. Бұл жолы біз басқа стразы таңдадық, көріп тұрсыздар, я сәл ірілеу, көзге түсетін имитация стразы дейді бұны. Бұның ортасы сәл ашықтау, мінекей көріп тұрсыздар, және тігу оңай болады. Новичоктар осыларды қолданса болады. Қолмен көптеп шыққанның бір пайдасы осы, қыздар, тоқтамай тігіп шығасыздар, және де уақыттарыңызды үнемдейсіздер. Ешқандай жиырылмайды, мінекей тегіс, әдемі, идеальный тігіс түсіп жатыр. Құрметті көрермендер, біз мына жақты тігіп болдық, мінекей. Мына жерге кеп тоқтаған соң, біз былайынан бұрып, мына бұрышын тігеміз, мінекей. Осындай әдемі бұрышын тігіп шығамыз. Шетіне қоямыз, міне, лавкамызды. Осылай тігіп шығамыз, міне. Мінекей осылай тігіп шықтым. Міне, мынау бұрышы. Кейін бәрін болған соң мынаны қиып тастаймыз астындағысын, артық жерін.